Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, нәп-нәзік, жұп-жұмсақ пирогтар әзірлейтін боламыз. Сіздермен тегін мастер-класста бір рецепттен 2 пирог әзірлейтін боламыз. Біріншісі шоколадный, екіншісі клубничный начинкамен әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осындай кереметтей тегін мастер-класстарды, дәмді хит рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Барлық рецепттердің құрамы описанияда видеоның астына жазып қоямын. Ең алдымен универсальный песочный тестомызды әзірлейтін боламыз. Ұнымыздың үстіне сахарная пудра, разрыхлитель және бөлме температурасына майымызды салып, біріккенше крошка жасаймыз. Міне бізде крошка дайын болды. Енді ұнымыздың үстіне жұмыртқамызды саламыз. Сметанамыз саламыз. Менде 20%. Және біріккенше қамыр илейтін боламыз. Бұл песочный қамыр өте жұмсақ, нәзік, қолға жабыспайтын. Онды да керек етпейді, оқтауға да жабыспайды. Бізде осы қамыр иленген соң ровно 1 кило қамыр шығады. Сол қамырды ортасына 500 граммнан бөліп аламыз. 500 грамм екінші пирогқа кетеді. 500 граммды ортасынан тағы да 250 граммнан бөлетін боламыз. 250 грамм бортикке, 250 грамм астына. Енді начинкамызды дайындаймыз. Творогымыздың үстіне қантымыз саламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Какаомыз саламыз. Кез келген шоколад пен сметанамызды ертіп аламыз микроволновканың көмегімен. Менде АБК шоколады. Начинкамыздың үстіне салып, бір келкі етіп, погружной миксермен жақсылап езетін боламыз. Арасында түйіршіктер болмау керек. Міне біздің начинкамыз дайын болды. Міне менде бір пирогтың қамыры дайын болды. 250 граммнан бөліп алдым. Менде форма диаметр 22. Астыңғы бөлігіне 250 грамм, бортиктеріне 250 граммнан бөліп дайындап қойдым. Қамырдың бірінші бөлігін пергамент бумаганың үстіне жайып шығып, үстіне формамызбен қойып, не болмаса жайып кесіп алсаңыздар болады. Екінші бөлік қамырмен, осындай видеода да көрсеткендей, ұзын етіп жайып бортик жасаймыз. Дайын болған начинкамызды қамырымыздың үстіне құйып, алдын ала қызып тұрған духовкамызде 150 градуста 30-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Дайын болған пирогымызды формадан алмаймыз. Бөлме температурасында 2-3 сағат арасында толықтай суытамыз. Пирогымызды толықтай суытып барып, формамен бірге холодильникке 5-6 сағатқа салып қоямыз. Бұл бізде екінші пирог клубничный начинкамен өте нәзік, жұп-жұмсақ болады. Әзірлеп көріңіздер. Бізде екінші пирогымыз клубничный начинка. Менде замороженный клубника. Бөлме температурасына жарты сағатқа қойып сәл ертіп алып, үстіне қантымыз салып, миксермен жақсылап миксерлейтін боламыз. Клубникамыздың үстіне жұмыртқамызды, сметанамызды, творогымызды салып жақсылап миксерлейміз. Түйіршіктер болмау керек. Екінші бөлігіміз 500 грамм қамырымызды 250 граммнан 2-ке бөліп, астыңғы бөлігіне және бортигіне жайып қойып шығатын боламыз.
Дайын болған начинкамызды қамырымыздың үстіне құйып, алдын ала қызып тұрған духовкамызды 150 градуста 30-40 минут пісіріп алатын боламыз. Дайын болған пирогымызды бөлме температурасында 2-3 сағат толықтай суытуымыз қажет. Толықтай суып болған пирогымызды формамен бірге холодильникке 5-6 сағатқа салып қоятын боламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Нәп-нәзік, ерекше, өте дәмді, жұп-жұмсақ аузыңыздан еритін клубничный пирогымыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осындай тегі мастер-класстарымды, хит рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушан бас қойды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса, видеома лайк басып, қоңыраушан басты ұмытпаңыздар. Сіздерден өтінерім комментарий қалдыруды сұраймын. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушан басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд. Ас болсын.